Мен бүгін парақшамда әйелдер қоғамына үндеу. Біздің Қазақстандағы әйелдер қоғамы не қарап отырсыздар? Мына қыз балалардың осындай халге жетуі. ТикТокта біз шындықты айтқан үшін мені қанша парақшамды бұғаттады. Инстаграм желісінде 1 миллион парақшамды осы үкімет бұғаттадыңдар. Сонда менің нем жаққан жоқ. Мен қазақ халқы үшін шындықты айтып, болашағымыз үшін жақсы нәрсеге жол сілтегенім үшін бе? Мен бүгін парақшама салдым ана жәләп қыздардың қылықтарын. ТикТоктағы осындай қыздардың бәрін тәртіпке салыңшы, заң қайда? Бізге қолданатын заң қайда? Тоқаев бастаған үкімет. Түнде сосын біз жол жүрдік, таксистерді қысуды доғарыңыздар. Түнде деген бір бала бізді алып келіп шырылдап, терезесіне кішкентай жарық үшін мә тұрып алып мазақ қылды. Бірінші ескертіңіз, ол такси салсын, неге сіз үш тарап сала беру керексіз? Жоқ, ол кісіге бірінші ескерту жазасын беру керексіздер. Масқара ғой мынау деген. Қайда кетіп барамыз? Қайда? Еліміз солда қалай жақсылық күтіп үмітіміз болу керек сіздер? Қандай үміт күтіп отыр? Қайырлы күн қазақ елі. Менің мына діни біздің өкілдерге, дін өкілдеріне, мұсылман қауымына бір ғана сұрақ қояйын деп тұрмын. Біздің Қазақстанда 5 қалада ойын-сауық казино салуына біздің осы мұсылмандар одағы қалай қарайсыздар? Келісесіздер ме? Мұсылман елге осындай 5 облыстан казино салу, ойын-сауық орталығы сондай салуға. Екінші сұрақ, біз мұсылман еліміз, біздің ата-бабамызда, тарихымызда жоқ өртеу. Адам қайтыс болғаннан кейін оның мүрдесін өртейтін орталық салайын беді Алматыдан. Міне, осы екі нәрсеге қандай көзқарас, қандай пәтуа шығарасыздар? Біздің имамдарға сұрақ. Мінекей, осы мәселені көтеру керексіздер. Біз халық болып бұған қарсымыз. 100%. Біздің қазақтың елін бүлікке салуға, ластауға ешкімге жол жоқ. Президент болсаңыз жөніңізге болу керексіз, бірақ заңды халықпен ойласып істеу керексіздер. Ескерту сіздерге. Семейді түріңіз түсірмеймін. Алдында келдің бе апа? Келдім. Қай жеріңіз ауырып? Асқазаным, көзімде катаракт, глаукома бар. Алдында келгенде тәуір болып асқазанымнан. Бірақ та кеше сол көзім қайтадан ауырды, содан кейін мына жерім қатты ауырды. Бұл бауыр басқа аш. Ана жылап тұрған балақайды кәшір едеміз. Аға, сондай бірдеңе жайықшы, мынау есі кішіп көтер құрсын біреудің дүниясы. Аға, сондай бірдеңе жайықшы, мынау есі кішіп көтер құрсын біреудің дүниясы. Қорқам, ұят болады ғой. Қандай жақсысына осы әйелде күшті тұрады ба? Жоқ, мына қайырсаң болмай ма, или солай дұрыс ба? Жоқ, қайырған, анжолда қайырған жоқ, осылай қойдық қой. Мына салат жемей, босқа анеқа өздеріңіз жей қойыңдар. Мен жей алмаймын, ондай неге жемейтін нәрсе алып, босқа ақша құрды. Кімге бер өздерің ауыстеңдер, жақсы оны абақырады. Екі күшті, екі запа келеді екен бізге жақсы болған. Сол маған сыйлыққа осындай шоколад әкелді, баян сұлу деген. Баян деген, бұндай шоколад бірінші рет көріп тұрып. Ақылай, балам, саған осыны апарып жегіземін мен берсем, егіз қыз туасын. Егіз қыздар міне. Құдай жаным. Егіз бала тусын. Егіз қыз. Ал, бақытты бол, дендерің сау болсын, рахмет. 1000 есе болып қайтсын. Муравейник торт, муравейник өзін жасаймын. Семейдің халқымен жұмыс істеп жатыр. Бүгін Семейдемін мен. Аяздатып келсем, апа рахмет айтамын дейді. Апа жақсы болды ма? Жақсы болдым, екі тізем ауырып келген, бас алмай. Қазір әйбәт жақсы. Ісігінің бәрі. Бас алам қазір жақсы. Енді бір кішкене мен оң жағым тартылады. Түнде жаттымда. Батаға қатысып жүрсіз. Күнде қатысам. 3 күн қатысам. Результат қалай? Жақсы. Әр қараңыз ұшықтай. Міне, осындай халқым бар. Қай жеріңіз ауырып кетті? Бұрын мен нелерім ауырғаннандай хандрозым болды. Бүгін аяқпен келді. Хандроз ба? Сол жақсы болды ма? Жақсы болды. Сізге келген енді жақсы болды. Ал енді бүгін аяғыммен келіп отырмын. Батаңызға мен қатысам. Кейін кезде 2 мезгіл алып жұмыс. Сағат 8-де кіремін. Одан кейін 10-да кіремін. Одан кейін күшті ғой, міне осының бәрі қазақ ел, мына біздің қолымыз қандай алтын. Сізге ризамыз. Мен бүкіл халық риза. Маған ешқандай аферистік керек жоқ. Ауылдан келіп отырмыз. Еңбек. Бәрі еңбек. Иә, ауылдан келіп отырмыз. Аязға да қарамай, міне таксиіміз тосып тұр. Менің қасымда жүрген қыздардың көбісі соны түсінбейді. Қанша мен тәрбиеге қарамайтын болып тұр ғой. Қанша адамшылыққа, адамгершілікке үндеу ғой біздікі. Сол сөз көп адамға бірақ ұнамайды. Кейде жалғыз қалам, ештеңе етпес. Ештеңе етпес достар.
Семейде жүрміз, отыр, түсірмеймін бөпені. Семейде жүрміз, мә сағат 4:30, дала қараңғы. Қызыға шығыс болғасын, ерте ұясына батады күн. Нема бөпең не істеді, жақсы ма? Қай жер алып келді? Басында түсініп жоқ болатын. Қандай диагноз сізде? ЗРР деп қойған. Зайыр ма? Зайыр болғанмен бұл кішкентай келген. Нешеде бөпең? Қазір жас. Уже түсінік кірді. Тез уақытында келсе, бұлар көп не қылмайды, жан. Мана біреулер уже аутизм. Негіз 13 жасқа ғана қарай аламыз. Результат жақсы, уже түсінік кірді дейді. Артына айтса қарай ма, бұлар артына қарамайтын еді. Қарайды. Бірінші сөз бастап келе жатыр. Қазір отырыңыз. Бұл зайыр, зыпайыр балаларға ем бар. Міне анасы айтып жатыр, құдай сенің жап-жас жігіттер айтты, түрлер алсаң нормальный. Сондықтан 10 мың теңге айтпайды, келіп, ол жақсы, бұл деген қазір ғасыр індеті. Көмек бар, әкеліп емдетіңіздер. Уақытты жатсақ, дала аяз, тоңдық, отырсыңдар. 45 градус аясында. Нема қызым, көпе жақсы болып жатыр ма, сөйледі ма? Иә, сізге келгенде бір рет келгеннен ақырында шыға бастады, тілі шыға бастады. Ұғымы бәрі жақсы, тек тілі. Тіл көзден аман болсын. Сөйледі дейді, сөйлемей жүрген бала ол. Немеремен. Осы белім ауырып келген. Немереңіз де келді, ауырды ма не? Немерем тамағы ангинасы. Жақсы болды ма? Жақсы болды. Осы бүгін әкелейін ба деген, бүгін әкеле алмадым. Бүгін күн суық қой. Нема бұрын, оның алдында не ол? Осы грыжа болған тоже. Грыжа деген негізі қолдан келсе операциясы не келіңіздер. Кейбір кісілерді қайталап кетсе қайта операция сатуға болмайды ол жағын. Қолмен емдеген бөлек келіп істетіп алсаң, мына кісі 5-6 ғана мазалаған жоқ, тағы мазалаған келген, иә, солай ма? Иә, істеп бердім енді тағы да, жан. Ауыр көтергенсіз қой. Қазір кальцийді ішу керек, кальций аз. Ол Павлодарға майыштада ұйықтап келдік әйтеуір. Жол жаман емес, жақсы екен. Апа, қалайсыз? Нешінші рет келіп жатсыз? 6-шы рет келіп тұрмын. Маршруғам сынған. Содан міне жақсы болдым. Енді мына қолдарым артрит болып жүр. Соған келіп жүрмін. Сол давлением бар. Батаға қатысасыздар ма? Қатысам. Қалмаймыз. Саған. Зопта бар. Иә, зопқа бірме-бір бізде ел. Үйде қожайын күтіп еді деп газ қалаға бару керек, астына 4 сағаттай жол. Үйрен жоқ менде жөт. Сағаннан да болады, кейде оны қозғалып кетеді ғой. Оны кол алған жер. Көгеріп кетті басқа. Кішкене әртіра ғой қызым. Ал бір, екі. Доста. Ойбай, палуан жоқ болды қой. Молодец. Баяғыда біздің пикош, көпе болсаң анда өстер шығып кетті. Доғдыр 6 ай жиғытасы дейді, қорысын 6 ай кетті істеп салып берді ме? Байлау керек. Тарт. Жібереміз. Тағы. Жібер. Істей бер. Неше ай болған мынаған? Жарты жыл. Бәсе, ойба, осындай көп келіп жатқан қазір. Давай. Молодец, давай. Әңгіме айтты сарғыз. Бұрын келдің ба? Жоқ, кім естіп келді? Инстаграмда уже бірнеше жыл. Батаға қатысып жүрсіз ба? Иә. Жан. Орындалып жатыр ма батаң? Білмеймін. Апай келіп күліп жатыр. Сіздің компьютеріңізбен сиқырлы қызым күйеуге шықты деп солай ма? Иә, кіші қыз күйеуге шықты, кішкентайлы болды, шүкір Аллаға. Сол рахмет. Баяғыда бір осылай емге келген біз береміз ғой, оқып сөйтіп дейміз, бір келіншекке 2 концерт берген болса, ол барып қайным бар еді дейді, үйлен десек, бізбен ұрысып ашуланып тамақ ішпей кетіп сөйлетін еді. Соны бір кәмпит өзім жедім, бір кәмпит сол қайным үйленсін деп тіледі, бере салған дейді. Білмей байқамай жеп қойды дейді жаңағы. 2 айдың ішінде бір қызда келіп 2 айға жетеріз біз үйленді дейді, аяқ астынан дайынбыз дейді, біз деп тек анау өзінен өзі жол ашылып. Батаның құдіреті ғой. Иә, баяғыда бейбарсызды бір ерте үйлендік, бейбар қасында жолдас басы үйленіп болмай, күнде ренжішеді келіншегі. Бір күні жынданып, осыдан бір қыз жақсы көріп үйінен шықпай қалсын деп едім ғой. 3 күннен кейін жаңағы осындай болып қалды. Пістігіңіз түсіп жатқан жоғым, отыра беріңіз, томпи қыз. Алдында келдіңіз ба? Қай жеріңіз алып келді? Аяғым сындырып алып келгем.
Дәрігерлер біреуін салып берген, екіншісін көрмей, сол сіз салып бердіңіз. Содан жүріп кеттің. Содан жүріп кеттім, бір ай дегенде жұмысқа шығып кеттім ғой, бәрі талып қалды. Жаным. Өздері таң қалды ма? Таң қалды, 6 ай шықпайсыз деген ғой. Жаным, ем болсын. Что адам қарап жатыр, Павлодардамыз. Бүгін 2 бас тұзға пара алмай қалдық. Үлгерім уақыт жетпейін деп тұр. Аязда түнде жауып жатыр жолды. 40-45 градус деп жатыр.